Екібастұздағы коммуналдық апат әлбетте өзге өңірлер үшін де үлкен сабақ болуы тиіс. Қазір жер-жерде арнайы рейдтер басталып, қазандықтардың жұмысы жіті тексеріліп те жатқан шығар. Бұл ретте біздің түсірілім тобымыз Қарағандыдағы Топар электр станциясына барып қайтты. Өңір қысқа қаншалықты дайын екен? Көрейік. Биыл Қарағандының қысы әдеттегіден әлде қайда суық. Өңірде сақылдаған сары аяз. Бірақ бұл электр станцияның қуаты бұдан да қатты күндерге төтеп беруге дайын. Осы жерден Абай қаласы мен Топар ауылындағы 350-ден астам үйге жылу таратылады. ГРЭС Топарда жалпы 16 қазандық бар, және 8 турбинасы бар. Соны 12 қазандық қазір жұмыс істеуде, 2 қазандық қазір бізде ремонтный компанияда жүріп жатыр, 2 қазандық бізде резервте тұр. Енді температура сәйкес, графика сәйкес теплосетке береміз. Станцияға қарайтын үйлерді жылыту үшін бар болғаны 5-ақ қазандық қана жеткілікті. Ал Топар электр станциясында соның 12-сі жұмыс істеп тұр. Станция полностью к зиме готова. Станция қысқа толықтай дайын. Ешқандай апаттық жағдайлар болған жоқ. Алдағы уақытта да болмайды деген ойдамыз. Өйткені жылыту маусымы басталмай жатып, бәрін тексеріп жіті дайындалдық. Бұған дейін энергетика министрлігі де станцияға арнайы тексеріспен келіп, өзінің тиісті бағасын берген болатын. Қазір мекеме өз жұмысын ғана атқарып қоймай, Екібастұздағы апатқа да көз жұма қараған жоқ. Екінші жұма болды, сояққа көмектесіп жатырмыз. 5 единиц спецтехниканы жібердік сояққа. Бүгінгі информация бойынша благоустроенный үйлерді жылу іске қосты. Жаңа жеке тұлғалардың коттедждерін, жаңа үйлерін бүгін қосып жатыр жылуға. Енді барлық жұмыстар апта соңында аяқталып, сол күні-ақ станция қызметкерлері бірден үйге қайтады деп жоспарланған. Нұрай Құрақбай, Олжас Шанаспаев, Еуразия, бірінші арнасы.